Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 114 сабақтың тақырыбы етістікті қайталау. Сабақтың мақсаты: дара және күрделі етістіктерді анықтауды үйренемін. Тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрастырамын. Дерек көздерден қажетті мәліметті табамын. 42-ші жаттығу. Мәтінді қатесін түзеп көшіріп жаз. Адамдар ғарышқа ұшуды армандайтын. Бұл арман орындалды. Ғарышқа алғаш рет Юрий Гагарин ұшты. Дара етістіктердің астынсыз. Адамдар ғарышқа ұшуды армандайтын. Бұл арман орындалды. Ғарышқа алғаш рет Юрий Гагарин ұшты. Бұл жерде дара етістіктер орындалды, ұшты болады. Келесі 43-ші жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбына әңгіме құрастырып жаз. Қазақстан ғарышкерлері туралы дерек көздерден біліп ал. 1991 жылы 2 қазанда тұңғыш рет Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышкер Тоқтар Әубәкіров айға ұшты. Ғарышкердің есімі көпке танылып, әйгілі болды. 44-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, мақалды көшіріп жаз. Жалқаулық аздырады, еңбек оздырады, ақылды білімге тоймайды. Шығармашылық үзіліске назар салайық. 45-ші жаттығу. Кестеде берілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін дәлелде. Етістік заттың атын білдіретін сөз таба. Жоқ, етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Екінші, сұрақтары: не істеді, қайтты, не қылды? Я, дұрыс, не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Үшінші, балалар аулада ойнап жүр. Дана мен Мирас дойбы ойнап отыр. Мен де ойнауға қосылдым. Мәтіндегі етістіктер: ойнап жүр, ойнап отыр, қосылдым. Я, дұрыс болады. Бұл жерде дұрыс етістіктер солар болады. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.